Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дегеніміз бұл бүгінгі күнде денсаулық сақтау мүддесін әлеуметтік қорғаудағы мемлекеттік жүйе. Бұл жүйе кеше басталған жоқ. Бұл жүйенің барлығымыз білеміз, бұл жүйе дейтін бірнеше жылдан бері дайындалып жатқан жүйе. Ол енді 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілді бүкіл Қазақстан бойынша. Бүгінгі күнде бәрімізге белгілі, мына қыркүйек айынан 2019 жылдың Қарағанды облысында енгізілді. Біз осы күні кеше ғана өзіміздің сол әріптестерімізбен, Қарағандыдағы әріптестерімізбен сөйлескен кезде осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізілгендегі қол жеткізген нәтижелері қалай болып жатыр осы қысқа мерзімнің ішінде деп. Себебі бұл жерде айта кететін нәрсе, ол қысқа мерзімде енгізілгеннен бүгін енгізіліп, ертеңгі күні нәтиже беретін жүйе емес. Бұл үлкен процесс, жүйе болғандықтан ол енгізіледі, енгізілгеннен кейін әртүрлі салаларында оның жаңадан шыққан бір проблемалар болуы мүмкін, басқалар болуы мүмкін, бірақ соның барлығы ол уже шешіле бастайды. Енді бұл кезде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Қазақстан Республикасында сақтандырылған азаматтардың жасына, жынысына, тапқан табысына қарамастан бұл қол жетімді деңгейде дәрі-дәрмекпен және алғашқы медициналық көмек көрсету көмектерін қол жетімді түрде алуға мүмкіндік береді. Және де мына көрсетілетін медициналық көмектің шеңбері, көлемі үлкейеді. Кешегі жаңа Қарағандыда сөйлескен әріптестеріміздің бүгінгі айтып жатқан әңгімелері осындай. Жаңағы көлемі үлкейеді, мына халықтың қалтасынан шығатын қаржы ол енді максимально азаю керек. Күні ғана кеше сөйлескенде жаңағы айтқан бұрынғы мысалы 0,86 басқа да жаңағыдай медосмотр, жаңағы қару-жарақ алған кездегі, жүргізу куәліктерін алған кездегі жаңағы өтетін медосмотрдың барлығы тегін болып сол объемға кіріліп жатыр. Ода болса мысалы халық үшін үлкен көмек. Жалпы бәрімізге белгілі, осы қараша айының 15-інде мына емханаларға тіркелу, халықтың тіркелу процесс жаңағы компаниясы аяқталды. Бүгінгі күнде әрине өкінішке орай біздің кейбір тұрғындарымыз бүгінгі күнде мысалы қалада тіркеледі өзінің үйіндегі адресіне, бірақ өзі фактически ол жерде тұрмайды. Ол мысалы Ақшұқырда тұруы мүмкін, Телманда тұруы мүмкін, болмаса басқа жерде тұруы мүмкін. Біздің учаскелік дәрігерлер барған кезде ол әрине қиындық туғызады. Себебі біздің дәрігеріміз ол тұрғынды өзінің тіркелген адресімен барып іздейді. Сол кезде жоқ болған кезде ол үлкен бізге қиыншылық туғызады. Ол сан енді бүгінгі күнде мысалы осы Ақтау қаласының нөмір 1 емханасы бойынша где-то бір 1500-2000 адамдай біздің тіркелген халықпен ана өзіміздің дәрігерлердің жаңа нақты жүргізген тіркеу жаңағы санағына байланысты сондай бір айырмашылық көріп тұр. Бірақ бүгінгі күнде біз мына учаскелік милиционер бар, учаскелік жаңа мына қызмет көрсету орталықтары арқылы солардың барлығын біз айырмашылығына шығарып жатырмыз. Ол дегеніміз мына біздің учаскелік дәрігерлерге, медбикелерге қосымша жұмыс есебінде болып тұр. Сол себепті біздің тұрғындардан сұрайтынымыз, мысалы кейбір адамдар бар, кешеде мен жазғанмын, мысалы Ақтау қаласында тіркеледі, бірақ ол басқа ауданда тұруы мүмкін, басқа қалада тұруы мүмкін, или болмаса басқа уақыт аралығында басқа қалаға кетіп қалуы мүмкін. Бірақ енді осы жерде қалған ағайындары соған келіп дәрі-дәрмек талап етеді біздің дәрігерлерден. Ода кішкене мына заңнамаларына, заң талаптарына сәйкес келмейді. Осындай бір қиыншылықтар бар. Жалпы бүгінгі күнде осы біздің емханамыз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне осы бірыңғай сол 1 қаңтарда енгізілуіне байланысты ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді біз қазір осы емхананың жанынан стоматологиялық кабинет және де реабилитациялық бөлімше дейміз, кабинет дейміз, соны ашуға жоспарлап отырмыз. Осы жаңа жылға дейін ашуымыз керек. Келесі сіздердің бір келгендеріңізде соны ашып жатқан сәтіне тап болармыз. Қысқаша осындай.